Саламатсыздар ма балалар, менің сабағыма қош келдіңіздер. Алдымен подписацияны басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Себебі келесі асан қайғы сабағы, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, сіздерге көрінбейді. Егер менің каналыма тіркелген болсаңыз, онда келесі асан қайғы сабағы көрінеді. Сондықтан да каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақ қазақ әдебиеті 5-ші сынып аңыз әңгімелер. Аңыз әңгімелер дегеніміз не? Халық ауыз әдебиетіндегі белгілі бір жанрдың бірі ол аңыздар мен немесе аңыз әңгімелер. Аңыз дегеніміз ол тарихта болған танымал адамдар туралы тарихи шындыққа негізделген көркем шығарма. Аңыз әңгімелер ертегі сияқты өлең жыр түрінде ұрпақтан ұрпаққа тараған және ұрпақтан ұрпаққа ол ауыздан ауызға тарау арқылы жеткізілді. Және ол да сол ертегілер сияқты өзгеріске ұшырап әртүрлі нұсқада шығып отырды. Аңыздарда елдің рудың шыққан тегі, оның ата тегі және болған сол жердің оқиғаның болған жерін, елі туралы айтылады. Аңыз белгілі бір адамның атына және іс-әрекетіне байланысты туады. Кейде аңыз әңгімелер олар шындықпен, яғни шындық оқиғалармен қиял ғажайып екеуі араласып келеді. Бұл дегеніміз ертегіге жақын дегеніміз сөз, яғни ертегіге ұқсас болып келеді деген сөз. Ертегіден негізі аңыздың айырмашылығы ол аңыз әңгіме тарихта болған адамдарды, олардың өмірін, іс-әрекетін айтады. Олар мысалы батырлар, ел басшысы, шешен, би болуы мүмкін. Аңыз әңгімелердің түрлері өте көп. Олар тарихи аңыздар, топонимикалық аңыздар, батырлар туралы аңыздар және ғашықтар туралы аңыздар деп түрге бөлінеді. Тарихи оқиғаларға, тарихта болған адамдардың іс-әрекетіне байланысты туған аңыздар, олар тарихи аңыздар деп аталады. Мысалы, Қорқыт, Шыңғыс хан, Асан қайғы, Жәнібек хан, Жиренше шешен, Қарашаш сұлу деген сияқты аңыздар жатады. Бұлар өйткені шындықта болған, тарихта болған кісілер. Сонымен қатар Абылай хан, Исатай деген сияқты батырлардың ерлігі, олардың елін қорғауы осы тарихи аңыздардан кездеседі. Аңыз мазмұнында, яғни тарихи оқиғалар болады. Солардың мысалға тарихи болған оқиғалардың жаңағы тұрған мекені, таутасы, өзен көлі айтылады. Солар аңызбен байланыстырылады. Яғни бұл аңызбен байланыстырылған осындай оқиғалар, өзен көлдер атаулары, таутас, жердің атаулары, олар топонимикалық аңыз деп аталады. Себебі олар белгілі бір географиялық нүктенің сол атауларды, жерді, елдің атын түсіндіреді. Топонимкалық аңыздарға Бурабай, мысалға Баянауыл, Шайтанкөл, Екібастұз, Марқакөл деген жерлер жатады. Себебі бұл жерлер осы күнге шейін аңыз болып бізге жетті. Ата-бабаларымыздың батырлығы, қаһармандығы, ерлігі туралы айтылатын аңыздар, олар батырлар туралы аңыздарда айтылады. Бұлардың қатарына Томирис, отанын құтқару жолында құрбан еткен Шырақ сияқты аңыз әңгімелер жатады. Ал қазақ аңыздарының ішінде тағда ғашықтық, махаббат хикаялары туралы айтылады. Оған Зарипа ханшайым, Айша бибі, Балқаш қыз деген аруларымыздың оқиғалар жатады. Яғни бұлар ғашықтар туралы аңыздарға жатады. Енді түйін. Халық ауыз әдебиетінің бір түрі аңыздар немесе аңыз әңгімелер. Түйін дейтін болсақ, аңыз ол тарихта болған атақты танымал адамдар туралы тарихи шындыққа негізделген көркем шығарма. Ал аңыз әңгімелердің тарихи аңыздар, топонимкалық аңыздар, батырлар туралы аңыздар, ғашықтар туралы аңыздар деген түрлері бар. Артық болмас білгеннің алғаш рет тарихта қатысты әңгімелерді, яғни тарихи оқиғалар мен тарихи қайраткерлер туралы аңызды жеке дара бөліп алып, тарихи аңыз деп атаған Шоқан Уәлиханов ғалым 18 ғасырдағы қазақ батырлар туралы тарихи аңыздар деген мақаласында Абылай мен оның айналасындағы қазақ батырларының ерліктерін баяндайтын 14 аңызға тоқталған. Олардың әрқайсысына анықтама беріп, өз пікірін білдірген. Келесі, білу. Аңыз дегеніміз не? Аңыз әңгімелер ұрпақтан ұрпаққа қалай жеткен? Аңыздарда не туралы айтылады? Аңыздар қандай түрде кездеседі? Аңыздардың туу себептері қандай? Аңыз әңгімелердің қандай түрлері бар?
Аңыз кейіпкерлері кімдер? Халық аузында кімдер туралы аңыз әңгімелер сақталған? Енді осы сұрақтарға жауап бере кетейік. Аңыз дегеніміз не? Аңыз дегеніміз тарихта болған танымал адамдар туралы тарихи шындыққа негізделген көркем шығарма. Екінші, аңыз әңгімелер ұрпақтан ұрпаққа қалай жеткен? Кейде өлең жыр түрінде жеткен. Үшінші, аңыздарда не туралы айтылады? Аңыздар қандай түрде кездеседі? Аңыздарда елдің, рудың шыққан тегі немесе нақты бір жерде өткен оқиғалар туралы айтылады. Олар өлең, жыр, әңгіме түрінде кездеседі. Төртінші, аңыздардың туу себептері қандай? Яғни аңыз белгілі бір адамның іс-әрекетіне байланысты туады. Бесінші, аңыз әңгімелердің қандай түрлері бар? Тарихи аңыздар, топонимикалық аңыздар, батырлар туралы аңыз, ғашықтар туралы аңыздар. Алтыншы, аңыз кейіпкерлер кімдер? Олар батырлар, ғашықтар, шешен, билер. Жетінші, халық аузында кімдер туралы аңыз әңгімелер бар? Асан қайғы, Қарашаш, Шыңғысхан, Жиренше шешен және Қорқыт ата туралы. Түсіну. Бірінші, неліктен аңыз әңгімелер халық ауыз әдебиетінің бір түріне жатады? Екінші, аңыз әңгімелердің тарихи топонимикалық батырлар туралы немесе ғашықтық аңыздар деп аталу себебі неде? Яғни себебі аңыз әңгімелерде болған оқиғалар өмірде болған адамдар жайында айтылады. Екінші, онда батырдың, ғашықтардың шыққан тегі мен оқиғалары болған жер суаттары кездеседі. Талдау. Аңыз әңгімелер мен ертегілерді салыстырыңдар, айырмашылығы мен ұқсастықтарын көрсетіңдер. Яғни олардың ұқсастықтары өлеңдер түрінде ауыздан ауызға тараған әртүрлі нұсқада, ал айырмашылығы ертегі қиялдан туған, аңыз әңгімелер болған оқиғадан туған. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Аңыз әңгімелердің не екенін түсінген боларсыздар. Олай болса, келесі сабақта кездескенше.